Баршаңызға сәлем достар, бүгін қызыл барқыт тортын пісіретін боламыз. Бұл жолы біз барлығы пісіріп жүрген классикалық рецепт емес, өте оңай рецепт тауып алдым, сол бойынша жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен жұмыртқаға шекерді аз-аздан сала отырып миксерлейміз. Бұған шамамен 10 минуттай кетеді. Содан кейін ұнға какао, қопсытқыш және қызыл бояғышты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осы қоспаны жұмыртқаның үстіне елекпен өткізе отырып, аз-аздан салып, күрекшенің көмегімен араластырып аламыз. Дайын болған қамырды формамызға құйып, 180 градустағы пешке саламыз. Мендегі форманың диаметрі 20 см. Мінекей 45 минутта бисквитіміз толықтай көтеріліп, жақсы болып пісіп шықты. Енді кремді дайындауға кірісеміз. Кремді шайқайтын ыдыс пен миксеріміз өте құрғақ болуы керек және сливкидің 33%-ын алған дұрыс. Миксердің жылдамдығын біртіндеп арттыра отырып, қант ұнтағын аз-аздан саламыз. Сливки толық шайқалғанда өзінің көлемін 2 есе ұлғайтады және осылай төңкерген кезде көріп тұрғаныңыздай мүлде ақпауы керек. Сонда сливкиіміз дұрыс шайқалды деген сөз. Менде творожный сыр болмады, оның орнына творог пен қаймақты араластырып езіп алдым да осылай қолдандым. Бірақ бұның нәтижесі өте керемет, мінекей қою крем пайда болды. Кремді жақпас бұрын бисквитімізге осылай пропитка жасап аламыз. Мен пропитканы су мен қантты араластырып жасадым. Кремін жаққан кезде мен секілді кондитерский мешок қолдансаңыз болады, болмаса жай ғана қасықпен де жағуға болады. Аса бір айырмашылығы жоқ. Тортты толығымен жинап, кремін жақ болғаннан кейін, бетін осылай жақсылап тегістеп шығамыз. Бисквиттен қалған үгінділерін торттың жан-жағына сеуіп шығамыз және бетін қалауыңызға қарай сәндесеңіз болады. Дайын болған тортты тоңазытқышқа 2-3 сағатқа салып қойғаныңыз дұрыс. Егер мүмкіндік болса, түнге қалдырсаңыз өте керемет, жұмсақ болып тұрады. Осы рецептпен жасаған қызыл барқыт тортым өте оңай жасалды. Сіз де жасап көріңіз, үй ішіңізді тәттімен қуантып қойыңыз. Сіздермен болған Замира.